тиктокта, инстаграмда фотошоппен салатын қыздарды паспорттағыдай урут бола алмайсың деген секілді. Енді айтып жатады ғой, сұлулықта тек қана сыртқы келбет маңызды, сыртқы түр маңызды деп. Сәлем, егер сен өзіңді айнаға қарап өзіңді сынайтын болсаң, онда бұл подкаст саған арналған. Мен журналист Балзия Қуанышқызы. Бүгін сұлулық стандартына сәйкес келетін түсініктеме бойынша подкаст жүргізіп жатырмыз. Бүгін бізде қонақта Қазақ аруы 2025 байқауының үміткері болған және ана тілі аруы 2025-тің жеңімпазы Мұрат Аслай. Аслай ханым, сұхбатымызды бастамас бұрын сұлулық деген сіз үшін нені білдіреді? Жалпы сұхбатты сразу ауыр сұрақтан бастадық. Сұлулық дегеніміз, менің ойымша, енді айтып жатады ғой, сұлулықта тек қана сыртқы келбет маңызды, сыртқы түр маңызды деп, бірақ менің ойымша сұлулық тек қана сыртқы келбеттегі, сыртқы түрдегі нәрсе емес. Ол адамның жан сұлулығы, тән сұлулығы бір-бірімен үйлесім тапқан кезде, міне соны бізде сұлулық деп айтуға болады сияқты. Мысалы, бұрынғы аналарымыз қандай болды, олардың мінезі де, жаңағы сыртқы келбеті де бір-біріне үйлескен, мінезіне түрі сәйкес келетін деп айтылды ғой бұрынғы қазақ қыздарымыз. Тура сол секілді сияқты, мен ойымша. Өте жақсы. Сіз үшін сұлулық маңызды ма, әлде жан сұлуы маңызды ма? Енді қараңыз, кез келген адаммен танысқан кезде, немесе кез келген бір сыртқы компанияға жұмысқа тұруға барған кезде, сіздің бірінші сыртқы тән сұлулығыңыз рөлденеді ол жерде. Яғни өзіңізде кез келген адамды қараған кезде уже көресіз, қандай адам келіп тұр алдыңызға, ол адамның сыртқы сұлулығына қарап тамсана бастайсыз. Одан кейін барып сол адамның ішкі сұлулығына қарайсыз. Я, негізі сұлулық дегенге сол менің де ойым, сырт жағында сен реттеуің керек, ал ішкі сұлулық дегеніңіз адамның сөйлеген сөзінен білінеді дейді ғой. Жаны сұлу ма, әлде сұлу емес пе деген секілді. Енді тағы да бір сұрақ қойсам. Бұл енді қоғамда өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймын. Мысалға, қыз бен жігіттің қарым-қатынасында сұлулық маңызды болады деп ойлайсыз ба? Қараңыз, қыз бен жігіттің қарым-қатынасында сұлулық әрине маңызды. Айтады ғой, сұлу болып жүріңдер, өздерінің табиғи сұлулықтарымен жүріңдер. Не надо онда табиғи сұлулық деген. Қыз әрқашан өз-өзіне қарап, әрқашан өзінің женственностін сақтап жүру керек. Әрқашан сұлу болып жүру керек сияқты. Қай кезде болсын, ер адамды өзіне баурап алады. Қыз уже жақсы көріп, жігіт те жақсы көріп, бір-бірімен уже жүріп, ары қарай серьезный отношение болып жатқан кезде уже қыздар өз-өзін тастап жүреді. Болды, қойшы, маған қарады ғой бастысы деп ше? Мне кажется, ол дұрыс емес. Вот сол кезден бастап бізде измена деген нәрселер басталады. Жігіттер, білесіздер ғой енді, айтпай-ақ қойын, көпке топырақ шашып. Қарайтындар бар да арасында ше. Сол үшін қыздар өз-өзімізді қолға ұстап, әдемі болып жүрейік. Қоғамда мынандай нәрсе бар екен, жігіттердің көп алуы дейік қой. Сен қанша жерден әдемі болып тұрсаң да, біз сені таңдаймыз деген ұғым бар екен. Жігіттердің ойынша ма? Иә. Мне кажется, наоборот. Келісесіз ба негізі? Жоқ, олай келіспеймін. Мысалға, жігіттер бір қызға жазады, екінші қызға жазады, үшінші қызға жазады, бірақ оның ішіне жауап қайтарған қызбен ғана сөйлеседі. Ал ол жерде таңдайтын жігіт па, қыз ба? Әрине қыз. Жазып тұр, ұнай ма, ұнамай ма? Жауап қайтарғысы келе ма, қайтарғысы келмей ма? Деген секілді. Или жігіт келіп тұр танысуға, таңдап ше. Бірақ қыздың жауабы маңыздырақ та бұл жерде. Жігіт таныссам болады ма деп айтса қыз. Я десе онда танысады, жоқ десе, вот сол жерден жігіт басқа қызға кетеді деген сияқты ғой. Одан кейін тағы да қазіргі таңда әлеуметте, осы әлемде, тек қана Қазақстанда емес, шетелдерде де осы тиктокта, инстаграмда фотошоппен салатын қыздар туралы ақпараттар болып жатыр да. Сонда айтады, типа, инстаграм, тиктокта сенің өзіңді қабылдай алуың керек дейді. Кейбіреулер айтады ғой, инстаграмдағыдай әдемі, паспорттағыдай урут бола алмайсың деген секілді. Осыған қалай ойлайсыз сондай? Қыздың сұлулығы осы жерде қандай рөл атқарып тұр? Енді бұл фотошоппен жасау, или бір қазір шығып жатыр ғой, ChatGPT, или Geminiмен жасау көп болып кетті ғой. Ол арқылы түрін реттеу деген нәрсе менің ойымша дұрыс емес. Себебі ол өзінің сұлулығында басқаша, яғни айтқанда, өмірде көргенде басқа адам, фотода көргенде басқа адам, вот содан шығады да. А если өзінің бір андай идея қосып, бір фотоны былай өзгертуге болады, бірақ түрде емес. Оған қарсы емеспін. Мысалға, бір
жасап жатыр ғой қазір, мынандай киіммен жасап бер или былай жасап бер депші, ол нәрсеге қарсы емеспін. Бірақ енді түрін өзгертті деген нәрсе ол қателік сияқты сәл-сәл. Дұрыс айтасыз. Потому что қыз бен жігіт танысқан кезде де Инстаграм арқылы или басқа нәрсе арқылы уже көргенде басқа адам, фотода басқа адам, уже ол кезде жігіттер сенбей қалады. Англия елінде осы фотошопқа қарсы бір жүйе қосылған екен да. Бірақ Қазақстанда енді дамиды деген ойдамыз енді сол нәрсені. И қазіргі қоғамда әдемі қыздарды қалай сипаттайды? Бұрын бізде Тоғжан анамызды, Зере анамызды қалай күшті сипаттаған, ал қазір осындай сипаттаулар бар деп ойлайсыз ба негізі? Қазіргі таңда менің ойымша әдемі қыз деп көбінесе сыртқы келбетіне, немесе белгілі бір Инстаграм, ТикТок парақшасындағы оқырман санын көбіне байланысты сипаттайды сияқты. Ал бұрынғы таңда енді бізде сипаттады ғой, шашы қандай болды, көзі қандай болды. Кәдімгідей ішкі сұлулығы мен сыртқы сұлулығын бір-біріне сәйкес келгенін айтты да. Ал қазіргі таңда ол қыздың мінезіне, андай ішкі жан дүниесіне түңілмей тұрып, оның сыртқы келбетімен жай ғана сипаттап тастайды да. Кейбір жағдайлар болады, оның ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесі сәйкес келетін сұлулықтар ше, оларға топырақ шашпаймын. Бірақ кейбір жағдайлар болады, жай макияждың құдіретімен де сұлу болатын ше. Енді ондайларға дым деп айта алмаймын. Себебі қазіргі таңда екінің бірі макияжбен жүреді, екінің бірі өз түрін макияжбен қабылдай беріп қалған деген секілді ғой. Кірпіксіз елестете алмаймын. Кірпіксіз елестете алмаймын. Бірақ мен ондай қыздарға айтатын едім, өз түріңізді қабылдай біліңіз, себебі сіз макияжсыз да әдемісіз. Сосын андай жүйе қолдану керек сияқты. Бір күн макияжбен, екінші күн легкий макияж, үшінші күн макияжсыз деген сияқты. Сол сен өзің түріңді қабылдап үйрену үшін. Енді көпті қоғамда талқылап өттік қой, енді өзіңізге де жеке сұрақ қойғым келеді. Өзіңіз айнаға қарап тұрып, әттең мен мына жер мынандай болғанда ғой дейтін сұрақ болды ма өзіңіздің ішіңізде? Негізі ол кез келген қызда болады сияқты басында. Осындай мен мына жер мынандай болғанда ғой, үйтсем ғой, бүйтсем ғой деген сияқты. Бірақ ол Құдайдың берген жаратылысы да. Яғни сен сыртқы келбетіне өзгеріс жасасаң, ол аманатқа қиянат жасаған мен сен деп айтады ғой. Сол Құдайдың берген түрін қабылдап, өзіңді әдемімін деп санап, өз самооценкаңды өзің көтерсең, онда сенің кемшілігіңді өзінен басқа ешкім байқамайды негізі. Так, әдемі болу, табысты болумен байланысты деп ойлайсыз ба? Сіз үшін байланысты ма екеуі? Енді қазіргі таңда табысқа барлық нәрсе байланысты деп ойлаймын ше. Енді бұрынғы елімізде, бұрынғы жерімізде әдемі болу ондай нәрсеге қарамады. Ал қазіргі таңда әдемілердің ақшасы бардың бәрі әдемі деп айтуға болады. Ал бізде кейбір мысалға қазақтың аналары бар, жалғыз басты. Олар әдемі емес деп айта алмаймын. Ол кісілер де әдемі. Просто ол кісілердің ойы андай да, жоқ мен бала шағама өйтуім керек, жоқ мен бала шағама бүйтуім керек, оларды өсіруім керек. Мен айтам, кішкентай бала шағаңыз кішкентай кезде кез келген қазақ қызына айтқым келеді да. Бала шағаңыз 4 жас, 5 жас, 6 жас кезінде барынша инвестицияны өзіңізге құйыңыз. Себебі олар әлі білмейді. Менің қатарластарым өйтіп киініп жүр, менің қатарластарым бүйтіп киініп жүр деп ше. Ертең уже ол балалар өседі, 10-ға, 11-ге, 15-ге келгенде уже ол кезде олар сұрайды. Мама, неге ол өйтіп киініп жүр? Мен де өйтіп киінгім келеді. Вот сол кезде сіз оларға инвестиция құясыз. Енді соңғы сұрақ қояйын, сонымен сұхбатымыз аяқталады. Соңғы сұрақ, ботекске көзқарасыңыз қандай? Енді айтатын шығар, өзі жасатып алып көзқарасы деп. Жаңағы бері айтып жатыр ғой, боянбасақ та әдеміміз, андай мындай деп. Бірақ если өзіңіз қаласаңыз жасаңыз, өзіңіз не қалайсыз, соны жасау керек. Дұрыс айтасыз. Қыз баласына бар айтқым келген сол. Енді қыз бен жігіт жүрген кезде анаған запрет қояды, мынаған запрет қояды, үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды. Бірақ сен не қалап тұрсың? Ішкі сезімінде сол нәрсені істеу керек сияқты. Дұрыс айтасыз, негізі. Өзім де істеттім, ол нәрсеге өкінбеймін. Өте жақсы. Алдағы уақытта істету керек болса, істетемін. Алдағы уақытта ол нәрсеге қарсы емеспін. Жалпы енді дальше қарсы болмайтын жігіт жолықтырып кетуімізге. Жалпы бұл біздің подкастымыздың қорытындысы. Айнада немесе жұрттың көзімен де өз-өзіңді қабылдай білу ғой, жалпы айтқанында. Бізде осы қонақта Асылай ханым барлығын егжей-тегжей айтып берді деген ойдамын. Қыздар
самооценкаларыңызды түсірмеңіздер. Әркімнің өз қолында ғой барлық нәрсе. Арнайы бұрым үшін Балзия Қуанышқызы және қонағымыз Асылай Мұрат. Сау болыңыздар.